Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен биологияны жетік меңгерем атты курстың авторы Шакаримова Ардақ Қалымқожақызы. Бүгін сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 7-ші сыныптағы тасымал тарауындағы сабақтың құрылысы тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен сабақтың қызметі, құрылысы, ондағы ксилема мен флоеманың ерекшеліктерін талдайтын боламыз. Ендеше сәттілік, сабаққа қарай жалғастырайық. Өсімдіктің сабағы ол өсімдіктің негізгі мүшелерінің бірі. Оның бірінші қызметі өсімдікке тірек болады. Яғни өсімдіктің барлық бөліктері осы сабаққа бекиді. Екінші, қоректік заттарды тасымалдайды. Яғни оның сабақтың бойымен жоғарғы және төменгі ағыс жүзеге асады. Үшіншіден, көбеюге қатысады. Егер біз сабақты кесіп алып, суға салып қойсақ, қосалқы тамыры шығады, онымен көбейтуге болады. Төртіншіден, заттарды қорға жинайды екен. Жалпы сабақтың мынандай түрлері бар екен. Тік сабақ, бұл ең жиі кездесетін. Емен, қарағай, қарағаш, қызанақ сияқты өсімдіктерде тік сабақ. Онан басқа өрмелегіш сабақ деген болады. Ол мысалға алатын болсақ, асбұршақ, үрмебұршақ сияқты өсімдіктерде олардың мұртшалары болады, сонымен өрмелейді екен. Шырмалғыш сабақ, яғни сабақ әлсіз болады да басқа өсімдікке немесе бір тірекке шырмалып өседі. Келесі қысқарған сабақ. Онда сабағы өте қысқа болады. Ондай өсімдіктерге мысалға алатын болсақ, бақ-бақ, жолжекен деген өсімдіктердің сабағы қысқа екен. Келесі жатаған сабақ, олар өте әлсіз болады, сондықтан жер бауырлайтын, мысалы үшін қияр, қауын, асқабақ деген сияқты өсімдіктердің жатаған сабақ тән екен. Яғни сабақтың тік, өрмелегіш, шырмалғыш, қысқарған және жатаған сабақ деген түрлерімен таныстық. Ендігі кезекте біз сабақтың ішкі құрылысын талдайтын боламыз. Балалар, сабақтың 4 бөлімі бар екен негізгі. Біріншісі қабық, екіншісі канди, үшіншісі сүрек, төртіншісі өзек. Бұның қабықтың құрылысын қарастыратын боламыз. Өсімдіктің қабығы бұл қорғаныш қызметін атқарады. Сыртқы әсерлерден қорғайды. Қабық өзі 3 бөлімнен тұрады. Өң, тоз, тін. Өң бұл түссіз жасушалар. Онда күн сәулесін өткізеді, ішкі мүшелерді зақымданудан қорғайды. Өңнің орнына бізде тоз келеді екен. Тоз бұл жартылай өлі жасуша қабықшасы қалың болып келеді. Онда жасымықшалар болады екен. Ағашта мысалы үшін жасымықшалар. Ол тыныс алуға қатысады екен. Келесі тін. Тін бұл сабаққа беріктік қасиет беретін бөлім. Тінде флоема деген өткізгіш ұлпа болады. Тіннің қызметі беріктік қасиет береді және органикалық заттарды төмен қарай өткізеді екен. Сонымен қабық 3 бөлімнен тұрады. Өң, тоз, тін. Өң қорғайды, тін беріктік қасиет береді. Бізде тоз, жасымықшалар бар, тыныс алуға қатысады. Келесі бөлім бізде канди. Канди түзуші ұлпа. Ол сабақтың жуандап өсуіне мүмкіндік береді. Яғни канди жасушалары бөлінеді. Ол қабыққа қарай бөлінеді және сүрекке қарай бөлінеді. Қабыққа қарай аз жасуша бөлінеді, сондықтан қабық жіңішке болады. Сүрекке қарай көбірек жасуша бөлінеді, сүрек жуан болады. Бір жылда кандидің сүрекке қарай бөлген жасушаларын жылдық сақина деп атайды екенбіз. Келесі бөлім бізде балалар, ол сүрек. Сүрек сабақтың ең көп бөлігін алып жатыр. Сүректің қызметі су және минералды заттарды өткізеді екен. Оның жасушалары сүзгілі түтіктер дегендерден тұрады. Ең ортасында сабақтың ортасында өзек екен. Өзек қоректік заттарды қорға жинайды. Өзектегі қоректік заттар, мысалға алатын болсақ, қыс бойы жиналғанда, қыста ұйқыда болған кезде көктемде еріп, басқа өсімдіктің бөліктеріне қорек береді екен. Өзек қазақта өзегің талмасын дейді, яғни қорегің азаймасын деген мағынаны білдіреді. Өзек қоректік заттарды қорға жинайды екен. Енді қабық сонымен зақымданудан қорғайды, канди жуандап өсіреді, сүрек
су мен минералды заттарды өткізеді, өзек заттарды қорға жинайды екен. Яғни өсімдіктің сабағы 4 бөлімнен тұрады. Енді сабақ бізде қалай жуандап өседі және ұзарып өседі. Сабақтың ең ұшында өсу нүктесі деген болады. Ол сабақтың ұзарып өсуіне мүмкіндік береді. Өсу нүктесін кесіп тасталған өсімдіктер бойлап өсе алмайды екен. Яғни өсу нүктесіндегі жасушалардың бөлінуі сабақтың ұзарып өсуіне мүмкіндік береді. Екінші, ол камби. Камби қабатында жасушалар бөлінеді. Ол жуандап өсуіне мүмкіндік береді екен. Сабақтың жуандап өсуі камбиге, ұзарып өсуі өсу нүктесіне байланысты екен. Балалар, енді талдайтынымыз бұл сабақта орналасқан екі өткізгіш ұлпа. Бізде сабақта екі өткізгіш ұлпа бар екен. Бұл ксилема және флоема. Ксилема бұл бізде су мен минералды заттарды өткізеді. Тамырда сорғынып алынған су мен минералды заттарды өткізіп, басқа сабақтың бойымен өтеді де басқа мүшелерге тасымалданады. Ал флоема бізде жапырақта фотосинтез процесінде түзілген органикалық зат, қант, амин қышқылдарын сабақтың басқа бөлімдеріне қарай тасымалдайды екен. Бұл төменгі ағыс. Яғни флоема арқылы органикалық заттар тасымалданса, ксилема арқылы су мен минералды заттар тасымалданады екен. Енді қозғалыс бағытына тоқталсақ, ксилема бұл жоғарғы ағыс, яғни тамырдан өсімдіктің сабақ бойына жоғары қозғалады. Ал флоема төменгі ағыс екен. Енді құрамындағы жасушаларға келетін болсақ, флоема бізде сүзгілі түтіктерден, серік жасушалардан, тін талшықтарынан тұрады. Жалпы флоема бізде сабақтың тін қабатында орналасқан. Сондықтан оның құрамында тін талшықтары, сүзгілі түтіктер және серік жасушалар бар. Негізгі қозғалыс элементі ол сүзгілі түтік. Серік жасушалары көмекші қызметін атқарса, тін беріктік қасиет береді. Ал ксилема бізде ол сүрек талшықтарынан тұрады екен. Флоема тірі жасушалар екен. Ал ксилема бізде өлі жасушалар. Яғни ксилема мына толықтай өлген жүк тәрізді болып келеді екен. Ал флоема тірі. Енді қабықта орналасуына келетін болсақ, ксилема жаңа айттық, сүрек қабатында орналасқан. Флоема бұл тін сабақтың қабықтағы тінінде орналасқан екен. Енді өткізгіш шоқ деген, ол бізде жапырақта. Өткізгіш шоқтың ішкі жағында орналасса ксилема, өткізгіш шоқтың сыртқы жағында орналасса флоема екен. Қабықшасына, жасуша қабықшасына келетін болсақ, ксилеманың жасуша қабықшасы қалың, сүректенген екен, флоеманыкі жұқа, сүректенбеген. Сонда қарап отырсақ, флоема мен ксилема бір-біріне көбінесе қарама-қарсы бағытта заттардың қозғалысын қамтамасыз етеді. Ксилема жоғары, флоема төмен. Ксилема өлі жасуша, флоема тірі. Ксилема су мен минерал заттар, флоема органикалық заттар. Ксилема сүректе орналасқан, флоема тінде орналасқан. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ тасымал қызметін атқаратын ең негізгі мүше. Қабығы қорғаныш, камби жуандап өсу, сүрек заттарды өткізу, суды, ал өзек қор жинау. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, конспектіні дәптеріңізге жазып аламыз міндетті түрде. Сіздерге ұсынылған онлайн тест платформасындағы тестті шешіп, 100% болғанша шешеміз. Сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.